Сәлеметсіздер ме баршаңызға? Бүгін осындай рулет пісірдім. Начинкасы клубникамен. Қазір алда бәрін толық нұсқасын көретін боласыздар. Сәлеметсіздер ме баршаңызға? Бүгін рулет пісіреміз. Начинка клубникамен. Бірінші начинкасын дайындаймыз. 400 грамм бізде клубника, оған 150 грамм қант қосамыз. 3 қасық крахмал қосып қайнатып аламыз. Бірінші несін дайындап қоямыз, содан кейін рулетін пісіреміз. 150 грамм қант құйдық, 3 ас қасық крахмал. Қазір бәрін араластырамыз да, осын қайнатып аламыз. 400 грамм клубника, 150 грамм қант, 3 ас қасық жаңағы крахмал. Жақсылап қайнатып 5 минуттай қайнатып аламыз. Начинкамыз дайын. Қазір рулетке кірісеміз. Рулетімізге көштік. 5 жұмыртқа, 100 грамм ішінде разрыхлитель қосылған, 70 грамм қант, 90 грамм қант, өткен жылтық пен белокты бөлек етеміз. 50 грамм сүт, бірге 50 грамм сумай мынаның ішінде бірге. Мен 6 жұмыртқа алдым, 5 алып жұмыртқа бар, кішірек екен 6 алдым. Так, 50 грамм қантымызды жылтоққа қосамыз. 90 грамм қантымызды белокқа қосамыз. Екеуін миксерлейміз. Жылтоғымыз мынандай болды. Белогымыз да болды. Қазір екеуін қосып араластырамыз. Осылай белокты түсіріп алмай, жақсылап екеуін араластырып аламыз. Араластырып алдық. Мына жерде 100 грамм и 1 чай қасық разрыхлитель. Осыны саламыз да, ақырында біріктіріп, тоже араластырып аламыз. Бәрі біріккенше ішінде комок қалмау керек қой. Шетінен сап тұрамыз да. Ұнымызды жақсылап араластырып алдық. Мына жерде 50 грамм сүт, 50 грамм сумай. Біріктіре салғам екеуі бұлай. Осылай құйып шет-шетіне араластырып аламыз. Духовкамыз қосылып тұр. Араластырып алдық. Енді противнімізге саламыз бәрін. Осылай әдемілеп түзейміз да. Қазір духовкамызға салып 15-12 минутта пісу керек біздің духовкада. Біздің духовкада 170 градуста пісірем мен 15 минут. Біздікі 13 минутта пісті, Все, қазір. Начинкасын саламыз.
Рулетіміз дайын болды. Қазір кесіп көрсетем. Нежный, жұп-жұмсақ. Мынандай керемет рулет шықты. Жасап көріңіздер.